Бұл дерек Мамытбек Қалдыбайдың «Мен халқымның бауыржанымын» кітабынан алынды. Асықпай мән беріп тыңдай отырыңыздар. Өзің көріп біліп жүрсің, қарағым. Менің мінезім тік қой, деді аздап жұмсара сөйлеп. Көңіліме жақпаған нәрсеме тәйт деп тастауым оп-оңай. Бірде сәбең Сәбит Мұқанов Алашордашылар деп Ахаңды, Ахмет Байтұрсыновты, Жақаңды, Міржақып Дулатовты, Мақаңды, Мағжан Жұмабаевты, Жүкеңді, Жүсіпбек Аймауытовты жамандады. Сөзін аяқтасын деп төзіп тыңдадым. Болдырып тоқтаған кезде, «Сәбе, неге маған оттамағың дейсіз?» дедім. «Әй бауыржан, мен саған қашан оттамағың дедім?» деді таң қалып, екі көзі шарасынан шыға жаздап. «Қазір айтып отырсыз». «Қазір? Қалайынша?» «Сәбе, маған оттамағың дедіңіз ғой. Енді мен сізге оттамағың деймін. Сіз жек көріп, жамандап отырған кісілер менің ұстаздарым, түсінікті ме?» «Әй бауыржан, сен де солай ма едің?» деп сәбеңнің үні өшті. Баукең ары қарай сөзін жалғады. «Байқауымша ағаларым маған жолыққанды, оңаша сырласқанды іштей қалайтын. Ол кісілердің менен бойларын аулақ ұстайтындарының, сөйлескенде абайлап сөйлесетіндерінің себебі ұлтшыл деген қоңырауым бар ғой. Ол қоңыраудың даусы Кремльге дейін жетіп тұратын». Баукең темекі түтінін қайта үрлей түсіп, «Осы себеп біздің арамызды, яғни мен ағаларым арасын Қытай қорғаны секілді бөліп тұрды», деді ауыр күрсініп.